Абай Құнанбайұлы. Қара сөздер. 8-ші сөз. Осы ақылды кім үйренеді, насихатты кім тыңдайды? Біреуі болыс, біреуі би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздері де озық кісіміз, өзіміз біреуге үлгі беріп ақыл айтамыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлігі ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де қол тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Яки елдегі бұзақыларымызды бүліндіріп аламыз ба? Яки халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығындап шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба? Деген ебіне қарай біреуді жетілтейін, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында, қолы тимейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда, адалдық, арамдық, ақыл, ғылым, білім, ешнәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білім, ұяты, ары, жақыны бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де қол тие ме? Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры-бөрі, құс, суық сығанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп мақтанға орналастырғанша, қашан? Қол тимейді. Енді ұры залым, сом сұрқия, өзде тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршалар күнін де көре алмай жүр. Аналар андай болып тұрғанда, білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым, кедейге керегі жоқ таяқ. Бізді не қыласың? Ана сөзді ұғарлыққа айт, дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ. Ана алдындағы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.